Qadırlı ağayım, qadırlı jыр sүйер қауым. Ақын деген адам дүниеге бір күнде, бір жылда, бір күнде дүниеге келеді. Бүгін біздің ұлы ақынымыз, кемеңгеріміз Олжастың туған күні. Иә, ол солай 8 мамырда дүниеге келген. Ал оның шығармалары жылдар бойы дүниеге келіп жатады. Сонау 60 жылдары Москвада жоғары әдеби курстан шығып кетіп, Алматыда жатқанда 25 жасар ақын жігіт аспанға Гагарин ұшты. Сол Гагарин ұшқан кезде Гагаринмен бірге аспанға тағы бір жұлдыз пайда болды. Ол поэзия жұлдызы Олжас болады. Олжас сол поэзиясымен, адамға табын жеренді деген поэмасымен анау Москвадағы ең мықты ақындардың қатарына қосылды. Евтушенкінің, Вознесенскийдің, Рождественскийдің. Солардың ортасында қазақтың сымбатты, ұзын бойлы, қара шашты, қара көзді, нұрлы жігіті сол ақындардың бәрінен де артықтау тұрады. Білімімен, талантымен, парасатымен жұрттың бәрінен биік тұрды. Сондықтан да Олжас одақты дүр сілкіндірді. Одақты есін жиғызды. Бар екен, қазақ деген ұлттың бар екен, елдің бар екен, оның ақыны бар екенін көрсетті. Ол Олжастың шығармасының бірінші тумасы. Екінші 75 жылы, 1975 жылы Азия деген кітап жазылды. Азия деген кітапты 10 бетін оқығаннан кейін бүкіл одақтың ғалымдары, лингвистері, түркологтары естерінен танып қала жаздады бірінші. Сосын шошыды, одан кейін мына адамды құрту керек деді. 100 000 тиражбен шыққан кітап бір күнде жоқ болды. Сонда Олжас деген қазақтың талантты 40-тан жаңа асқан ақынын қорғауға бір адам шықты. Ол Ділмұхамед Ахметұлы Қонаев еді. Репрессияға түскен кітапты қолына ұстап, Ділмұхамед аға Брежневтің алдына барды. Брежневтің алдына барып, бұндай ақынды біз ешкімге бере алмаймыз. Бұндай ақын ұлтшыл емес. Бұл адамдарды түсінуге жазылған кітап, түсіндіруге жазылған кітап. Түркі тіл деген не, лингвистика деген не, жалпы тілдің арғы тегі қайда дегенді Ділмұхамед аға Брежневке түсіндіріп, ол жекен даман алып қалған. Ал содан кейін 1986 жылы Димекеңнің басына қара бұлт үймелеген кезде жұрттың бәрі 17 минут пленумда жұрттың бәрі Ділмұхамед Ахметұлы Қонаев орнынан кетсін деп қол көтергенде бір-ақ адам қарсы дауыс берген. Ол Олжас. Олжас ермеді, жоқ ермес, қаһарман болады. Ол сол кезде қарсы шығып, қол көтеріп барып, айналасында ешкім қалмаған Қонаевтың қасына барып отырды. Ол әрине қаһарман. Соңра бүкіл әлем Олжасты тани бастады. Жігіт деген сөзді айтты әлемге. Әлемнің жүзіне мейірім ұялады. Айналайын деген сөзді айтты. Әлемнің жанына сезім ұялады. Арғымақ деген сөзді айтты. Бүкіл әлемді аттың дүбірі басып кеткендей болды. Біздің қазақ деген халықтың ең жақсы көретін 3 сөзін бүкіл әлемдік айналысқа түсірген Олжастан айналайын. Бүгін 90-ға қазақтың ақындары келе бермейді. 90-ға жан дүниесі ақ, сезімі бөлек, елге деген махаббаты ерек адам келеді. Сондықтан да біз бүгін Олжас ағамызға айтамыз. Аман жүріңіз,
арғымағым. Аман жүріңіз, күміс қанат ақсұңқарым. Мына ел, мына қазақ сізді жақсы көреді және алақанына салады.